Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қимақ қағанаты. Балалар, біз өткен сабақта қимақ қағанатына дейін бірнеше түркі тілдес тайпаларымен таныс болдық. Түрік қағанаты, батыс және шығыс түрік қағанаты, түркеш қағанаты, оғыз мемлекеттермен таныс болдық. Енді бүгінгі сабақта қимақ қағанатының зерттеу сұрағымен таныс болайық. Алдыменен осы қимақ қағанатының орналасқан аймағын мына картаға назар аударып көріп алайық. Яғни қимақ қағанаты көршілес жатқан елдерменен шектесіп жатыр. Қимақтарда қалалық мәдениеттің дамуын қандай деректерден дәлелдейді? Міне осы сұрақты зерттеп, бүгінгі сабақта мақсатымызға жетуіміз керек. Негізгі сабақтың мақсаты Ұлы Жібек жолының қала мәдениетінің дамуына әсерін анықтау, көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара экономикалық байланыстарды анықтау. Балалар, бүгінгі сабақта қимақ қағанатының құрылуы туралы, маңызы туралы, мемлекеттің қандай елдермен шектесіп жатқан туралы білу үшін біз бейне жазбаға назар аударайық. Кимек мемлекеті. 7 ғасырдың басында Моңғолияның солтүстік батысын мекендеген кимектер 7 ғасырдың ортасына таман Алтайдың солтүстік аудандары мен Ертіс өңіріне көшеді. 8 ғасырдың екінші жартысы мен 9 ғасырдың басында кимектер Қазақстан жеріне қоныс тепе бастады. 766-840 жылдары кимектер Батыс Алтай, Тарбағатай мен Алакөл ойпаты аумағына қоныстанды. Деректердің көрсетуінше кимек мемлекетінің құрылған мерзімі 9 ғасырдың соңы. Балалар, біз жазба деректерге сүйенетін болсақ, қимақтармен бірге оғыз мемлекеттері де өмір сүрген. Қимақ, яғни кейбір деректерде кимектер деп атайды. Бұл кимектер туралы араб және парсы жазбаларында кездеседі. Араб жазбалары 840 жылы ұйғыр қағанаты ыдырағаннан кейін 7 тайпа қимақ қағанаты құрды деген деректер кездеседі. Және осы қимақ қағанатында көптеген тайпалар бар. Эймур, Баяндур, Татар, Ланиказ, Ажарлар және Имбек, Қыпшақ тайпалары бар. Ал парсы тарихшысы Гордезийдің жазба дерегінде осы қимақ немесе кимектерде 7 тайпа болған деседі. Ең атақтылары қимақтар мен қыпшақтар. Демек, қимақтар яки кимектерде осындай жазба деректер көп кездеседі. Қимақ қағанатының қоғамдық құрылысына мән беретін болсақ, балалар, қағанда 11 іс басқарушының үлестік биліктері болған. Яғни, қимақты қимақ ябығу аймақ басшылары болған. Сонымен бірге қағанда шат түтік, яғни жеке тайпа көсемдері болған деседі. Сонымен бірге қағанда әскери қызметкерлер үлестік жерлерінде әскер жасақтаған. Әскерлерді, мысал үшін жерді жаулап алса, олардың үлестік жерлерге беріп, әскерлерінің жасағын дайындап, сөйтіп әзірлейтін болған. Ал шаруалар да болған қаған тайпаларының арасында, оларда малшылар, егіншілер де жатқан. Балалар, біздің тарихымызда қимақ қағандары туралы көптеген деректер кездеседі. Гордезийдің дерегінде өз мырзаларының малын бақты деген қызықты дерек бар. Сонда мырзалардың малын бағып, жалшылық өмір сүріп, шаруалар егіншілікпен айналыса білген. Ал Махмуд Қашғаридың дерегінде жатақтар, малсыз шаруа деген. Олар қолөнермен, балық аулаумен егіншілікті кәсіп етіп, сөйтіп шұғылданған. Оларды жатақтар деп атаған. Міне, біздің тарихымызда осындай көптеген деректер кездеседі. Балалар, сіздерге мынадай тапсырма беріліп отыр. Қимақтар туралы мәліметтерді анықтаңыз. Яғни тарихи диктант жазамсыздар.
берілген сөйлемдерді толықтырасыздар. Тарих Парсы патшасы қимақтарда деген тұста бос кесте берілген. Сол кестені толтыру үшін берілген сөздерді пайдаланасыздар. Әрбір білім алушы қимақтар туралы берілген сөйлемдерде бос орнына дұрыс мәліметтерді толтырасыздар. Болса, мынадай жауабына мән берейік. Тексеріп алайық. Келесі қимақтардың шаруашылығына назар аударайық. Қимақтардың негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы, қолөнер, егіншілікпен айналысты. Мал шаруашылығы жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Олар қой, жылқы, түйе, сиыр өсірді. Ал қолөнерінде жүннен мата тоқу, киім тігу, тері илеу, ағаш бұйымдарын жасау, темір өңдеу, зергерлік бұйымдарды жасау кәсібімен айналысты. Ал егіншілікте оңтүстікте және сауда жолдарына жақын аймақтары дамыды. Егіншілік жасап жүріп, олар Ұлы Жібек жолы кезінде сауда-саттық байланысында жасады. Сауда жолдарында Ферғанадан екі үлкен керуен жолы, яғни 10-шы ғасырда батыста Сырдария бойындағы оғыздармен, шығыста Енесей қырғыздармен байланыс жасап, Ұлы Жібек жолы кезінде сауда-саттықпен айналысқан. Қалалар өзендер мен көлдердің жағасында орналасты. Тау асулардың маңында болды қалалары. Мінекей пайдалы қазба байлықтары да, шығатын кен орындары да пайда болды. Қимақтардың шаруашылығы туралы жақсы түсіндіңіздер. Енді сіздер мына берілген кестені өздеріңе нақтылап жазып алыңыздар. Мінекей осы туралы, яғни қимақ қағанатының шаруашылығы туралы, олардың тұрмыс тіршілігі туралы, 16 қала болғандығы туралы араб географы Әл-Идрисидің мына карталарынан көруге болады. Бұл картасында, қолжазбасында дүние жүзі картасының бір бөлігі. Балалар, қимақ елі туралы біз кеңінен түсіндік. Оның құрылысы, шаруашылығы туралы, қаған мемлекетінің қоғамдық өмірдегі кезеңдеріне де тоқталдық. Енді тарихи тағы бір деректерге тоқталатын болсақ, қимақ елі қуатты мемлекет болды. Бірақ та 10-шы ғасырдың екінші жартысынан оның құлдырау белгілері байқалады. Себебі орталық билік әлсірейді, мемлекеттердің арасында ыдырап, ішкі және сыртқы саясаттары құлдырай бастады. Осының себептерінің салдарынан мемлекет әлсірей бастайды. Нақтылап айтатын болсақ, біріншіден жеке жер иеліктері, билеушілері дербестікке ұмтылады. Яғни бұл жерде неғылады? Қимақ мемлекеті өз алдына бөлініп, жеке мемлекет болуды көздейді. Ал екіншіден Қыпшақ көсемдері дербес мемлекет үшін күреседі. Яғни осы жерде көршілес жатқан Қыпшақ қағанаттары қимақтарға шапқыншылық жасайды. Мұның бәрі мемлекеттің құлауына неғылады? Қатты әсер етеді. Сөйтіп, 11-ші ғасырдың басында қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатты. Яғни ішкі, сыртқы саясаттың салдарынан қимақ мемлекеті әлсіреп құлайды. Оның яғни жер аумағы Қыпшақтарға өтті. Қимақ кезеңі, яғни өмір сүруі аяқталып, Қыпшақтар жерін басып алып, Қыпшақтар тарихы басталады. Балалар, қорытынды сабақта түсінікті болды. Жарайсыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.